Сәлем құрметті достар. Бүгін бізге Bosch маркалы газон күзегіш жеткізілді. Электр қуатымен жұмыс жасайды. Осыны бірге ашып, бірге жинаймыз. Арнадан ажырамаңыздар. Ал достар, ендеше ашайық. Мынау дегеніміз нұсқаулық екен. Қосымша нұсқаулық. Бұл кепілдеме талоны болса керек. Мынау тұтқа. Мынау бір жерінің ұстағышы болса керек. Және нұсқаулық, кең көлемді нұсқаулық. Достар, осында қауіпсіздік шаралары жазылған екен. Және ең бастысы қазақ тілінде бар екен. Қолданар алдында осы нұсқаулықпенен мұқият танысамыз, достар. Келесі болттар, гайкалар, жалпы тетіктері. Ал енді ең негізгі бөлшектерді шығарамыз. Мынау машинаның өзі. Көгал шапқыш деп атайды бұны. Мынау тоққа қосатын ұстағышы және шөп жинағыш бөлшегі. Мінекей достар, Bosch R37 маркалы көгал шапқышымыз жинауға дайын. Техникалық сипаттамасына келер болсақ, пышағының кесу ұзындығы 37 см, кесу биіктігі 20-дан 70 мм-ге дейін, электр қозғалтқышының қуаттылығы 1400 Вт. Осы жерден керекті биіктігімізді таңдап аламыз. Ал достар, жинайық. Осылай артқы екі дөңгелегін кигіземіз. Оп-оңай ғана кигізіледі. Келесі қадам шөп жинағышты жинау. Бірінің үстіне бірін қойып, тетіктерін кликать етеміз. Ал достар, мынау газон шапқышымызды ұстап тұратын тұтқаның бөлшегі. Осыны екі жағына осылай кигіземіз. Ол үшін болтты кигізіп алайық. Сөйтіп, мына жағынан орнатып бұраймыз. Осылай фиксировать етіп қоямыз. Дәл осылай екінші жағында қатырамыз. Міне достар, басқару пультын ұстағышқа орнаттық. Бұны да қазір қатырып шығамыз. Екінші жағында тура осы әдіспен қатырып аламыз. Бұйырса, көгал шапқышымыз дайын болуға аз қалды. Ал достар, енді тұтқаны шөп жинағышқа орнатамыз. Енді осыны көгал шапқышымызға кигіземіз. Осылай кигіземіз. Осымен біз толық жинап болдық, достар. Енді мұны тоқ көзіне қосып, іс жүзінде нәтижесін байқайық. Бұл бұйымымыз электрлі болғандықтан бізге осындай ұзартқыш керек, достар. Және қарап алыңыздар, қандай бұның сұғатын жері, вилкасы кішкене ерекшелеу. Базардан арнайы осындай дүкендерден осылай сатып аласыздар. Сөйтіп оны қосайық. Кигіземіз, достар. Ал достар, тоққа жалғадық. Енді мұны қосамыз. Назар аударыңыздар, достар. Ортаңғы тетікті басып тұрып, шеткі тетікті басамыз. Көрдіңіздер ма? Ал енді достар, мынау құр шеттегі тетіктерді басатын болсақ, көрдіңіздер ма? Қосылмайды. Бұл әрине Bosch компаниясының сол қауіпсіздік тұрғыда жасаған, ойластырған шаралар болса керек. Ол үшін әрине арнайы алғыс.
Ал достар, ендеше іске сәт. Мінекей достар, бір жақсы жері осылай шөп жинағыштан алып, шөпті артынан жинап жүрмейсің де, бірден қорапқа салып керегімізге жарата береміз. Тауықтарға берсек болады, компост жасасақ болады, солай достар. Ал достар, сонымен бұл бақша бұйымы менің ойымнан толық шықты. Мен бұны Каспий KZ-тен алдым. Толық атауы тақырыпта тұр. Достар, менің арнамда болғандарыңызға алғыс. Басқа да видеоларымды көруге кеңес беремін. Және сіздермен келесі кездескенше хош сау болыңыздар деймін.